Қайырлы таң баршаңызға. Ал кетті біз балыққа. Балыққа кетіп бара жатқанда көңіл күйді айтам да. Как күтті балықтардың барлығын ұстайтын адам сияқты болып кетесің ғой. Кей уақыттарда дымсыз да қайтып келесің ғой. Онда болып тұрады. Бірде болады, бірде болмайды деген сол ғой. Дәлірек айтқанда біздің кефаль балығы бір күн түртсе, бір күн емес, бір апта түртпей қалады. Қай жерден іздесең де таппай қалуы мүмкін. Дегенмен де іздеу керек, қол қусырып отырмау керек. Бұның барлығы да қалай деп айтсам болады. Адамды тартатын бір азарттың бір түрі ма сондай ғой. Балық аулау деген сол. Балық мүмкін керек емес шығар, ана жаңа түрткені, шығарғаны адам тартады ғой. Жақсы, ары қарата қараңыздар, біз жолда кетіп бара жатырмыз. Қайырлы таң, құрметті менің жазушыларым. Бүгін маусым айының 3-і 2024. Біз тағы да балық аулауға келдік. Енді балық аулайтын болсам, қазір көрсететін болам сіздерге. Сіздерде менің бір өтінішім тек қарап қана өтіп кете бермей, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Арасында лайк, дизлайк басып қоюды тағы да ұмытпаңыздар. Ал енді бастаймыз біз балық аулауды. Қаладан 100 шақырымның үстіндемін. Таңертең ерте шықтым. Қай жер екенін негізі дәл қай жер екенін айта алмаймын. Жігіттер өткен видеода көрдіңіздер ғой. Дәл қай жер екенін айтқан кезінде алдымнан мында ұзын қылып ауыт салып қойған. Қармақты лақтырдым. Лақтырғаннан не пайда дейді. Поводогымды шығарып жатқан балығымнан айырылдым. Енді ол бірінші рет емес. Айтқан кезде жігіттер келеді, ауларын салып қоя салады. Негізі ол дұрыс емес деп ойлаймын. Олардың жаманшылығына біздің спиннингпен балық аулайтындарға да тиіп кетіп жатыр. Оны қараңыздар енді өздеріңіз. Ал балық түсетін болса көресіздер қазір. Жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы, әрі қарата қараңыздар. Келген уақыттан тез құрттың суын алмастырдым. Ситамен теңізде, мен теңіз қасында. Керек құрттар тряпканың аз неге көчөкқа салатын құрттарын шығарып қойдым. Мына тұра береді, арасында су алмастырып тұрамыз. Бүгін болмаса ертеңде қолдануға болады ғой. Мына құрттарды бір 10-15 минут өтті. Құмға араластырамыз. Қолыңызға қолайлы болады ғой қазір. Осыны ұмытпаңыздар деп атқаным ғой. Не қандай құрттар. Қолыңызда таймайды, көп езілмейді. Келген уақытта осылай жасап алсаңыздар күшті болады. 3 түрлі поводок дайындадым. Біріншісі мынау қалтықлар қолдан жасалған. Көрініп отыр ма? Қазір қолыммен көрсем. Қалтқысы осындай міне. Құрттарын салдым. Қолдан жасалған бар. Екіншісі мынау біздің әдеттегідей қызыл. Қызылға да құрттарын салып дайындадым. Енді 3 түрлі поводок. Суретпен салмасам болмайды. Мынау қалтқысы заводтікі. Осыны бір 10 жыл бұрын, одан да көптеу бұрын мен салып бастап едім. Ол да өте жақсы өтетін. Суретпеннің біреу. Суретпен дейміз ба? Негіз мен бір подписчигім айтып жатыр еді көрермен, жазылушы. Поводок дегеннің енді қазақшасы қандай екенін айтып жазып қараңыздар. Осы үшеуін қазір лақтыратын болам. Теңіз әдемі болып тұр, таза. Көреміз ғой, қайсысына түртетін.
Тарашка ма, бычок па, мұңгүрт па деп тұрған сияқты. Тарашка балығы бар. Bir bалық келіп жатыр. Mine bir balığı var. Aç git. Mine mına balık. Bunu Тарашка дейді, Вовла дейді, Қарагөз дейді. Мен 40 жыл болды балық аулап жатқаныма, сол әлі спор бар емес па? Әркім әртүрлі атайды. Енді қалай деп атасаңыздар да осы балық түртіп тұр қазір. Енді осы балық болса да шығара береміз. Қарап отырмаймыз ғой. Ауа райы жаман емес. Жел жоқ. Сәл оңтүстік шығыстан бар, 1 метр, 2 метр болар. Теңізде толқын жаңағы накат дейміз ғой, сол бар. Осы уақытта тек қана жаңағы Тарашка балығын аулап жатыр. Дәлірек аулап жатыр. Арасында мына шай ішіп қоймасақ, ауа райы күн салқында емес, ыстықта емес. Енді қазір түс болған сайын күн ыситын болар. Қараймыз ғой енді оны. Ал балықшының шайы таңертеңге. Шай ішіп отқан кісілер, тамақ ішіп отқан кісі астарын тәтті, шайларын дәмді болсын. Әлі ыстық. Жанымда ешқандай адам жоқ, жалғыз өзімін. Бүгін жалғыз өзім түсіп көрсететін болармын, негіз. Балық түртсе. Жақсы. Алысқа лақтырған қармақ шығарып барайық, құрттыған ұқсар. Құрт тұдым қалдырмапты ғой. Үлкен 0 дейді. Балық ұстаймыз деп күтіп отыр. Ал қызыл. Жаңағы айтпақ жаңағы бірінші балық шығарған жаңағы завод қалтқысымен бар. Павлодар шығарды. Құрт тұрмай жатыр. Лақтырған бойда жеп кетіп жатыр. Саласың, жек кетеді, салсаң болды, жек кетеді. Мен ойлап тұрмын, мүмкін
кефаль тұртып жатқан жоқ, өйткені кефаль негізі бар. Қарашты деген балық бермей жатыр ғой, түсіп жатыр. Мүмкін қармақтарды, қысқа қармақтарға алмастырып, қарашқының бір 5-6-ауын, 7-8 аулап тастаймын ау деймін. Соған ойланып тұрмын. Енді басқа не? Ал құрт тұрған кезде кефаль көреміз. Ұзын қармақтарды жинап жатыр. Құрт тұрмайды, одан бізге пайда болмайды. Мынау баяғы Арис деген қармақ қой. 450. 20 жылдан асып кетті. Әлі аулап келе жатырмын. Негізі сапасы жаман болмады ғой. Арасында қармағымды айтып қояйын. Мына өткенде интернеттен алған қармақтарым бұл. Өте қолайлы, әңгіме жоқ. Қолайлы, жеңіл, өте жеңіл. Сақиналар, кольцалар өте үлкен. Сосын бір жақтан бір жаққа көшкен кезде күшті болып жинап алдың телескоп. Дайын міне. Енді тарашқа олаймыз. Кефаль түссе онда олай береміз, бәрі бар. Тараш. Мына қысқалау қармақпен аулап бастадым. Alışkan yok zaten.
деген балық сондай. Тауының жүрген. Он не сильно даже. Қайдан сүрілген бұның? Кет давай. Кет. Сонда енді тарашқа олап отыр. Бұл да балық бұл. Кефальдың поводовы ғой жаңа айтқан. Заводской. Енді балық бұзыр. Қараңыздар міне. Көзді алдарыңызда салдым ғой. Тазалап кетті ғой. Бізді ерінбейміз. Қазір мынам. Басқа сүйектегі поводокке алмастырам. Дайындап қойғанбыз, қайтадан алмастырам жаңағы. Жаңа көрдіңіздер ғой, түсірдім. Kameranı söndürsün. Kameranı söndürsün. Kıtır. Söndürmeye kalsan. Kıtır kalsa. Ya onday da oldu.
спиннинг шығарасыз. Поводогын аласыз, өйткені поводокта жаңа... О, тұтат. Кім ол қатып кеткен бұл? Қарай. Отырмады ма? Тарашқа дұрыс дейін. Аласың. Енді тарашын аулай береміз енді. Сол баяға келіпті тараш. Лақтырдың түтеді ғой, лақтырдың түтеді. Мына ауланып атқан тараш бер ғой. Мына су құймасақ болмайды, су құйып қою керек, сол кезде свежий болып тұрады ғой, балығым болып. Енді тұрып алып қас, мына жақтан су алып келіп, су тасып мынаған су толтырып қою керек. Бұл жаңағы не дейді? Аулайтын торымыз, садогымыз ғой, свежий болып тұрады. Су тасимыз енді. Ayağıma su bıktı vardı.
құрметті менің көрермендерім. Сәл жалығып кетсеңіздер өткізіп жібересіздер ғой бар жерін. Мына неге көрсетіп жатқан ерінбей жұмыс жасаңыздар деп жатқаным ғой. Міне. Жаңағы суды толтырдық, міне балықтар мына жерде әдемі болып жүр. Қазір көрсететін боламын. Міне мынаны толтырдық суға. Балықтар енді әдемі болып жүр. Балығын болып барады ғой. Біз әрі қарата аулап бастаймыз, тоқтамаймыз ғой енді. Әрі қарата аулап оламыз. Осылай міне. Екеуіне жаңағы сымқырды толтырамыз ғой, жаңағы су толтырған. Осылай балық тұртады енді. Түртпет деп айтуға болмайды. Бәрібір мына заводтың несі қалада аулап. Ақ пен қызыл. Жаңа өйстіп қолға ұстап тұрғанда тіпті ғой. Tuttu da koydu, jip gitti mi?
да? Чили рядом. Біреу шығып кетті қазір жолда. Осылай енді оны қайта түсіне бермей қойын, е. Дым құрт тұрмайды. Лақтырасың, шығарсаң пусто. Лақтырасың, шығарасың бос. Кім жеп кеткен? Мына жерге барып қайтқым келіп тұр. Оң жақ, сол жағында балық көрінер ме екен деген ой менен. Жағалауда тек жалғыз менмін, жынды адам сияқты дейді ма? Бірақ демалыс қой, мына жерде интернет жоқ, байланыс жоқ. Ешкім саған звондай алмайды, сен ешкімге звондай алмайсың. Баяғыда мына тастар судың ішінде жататын еді. Тек бұл тас емес, мына таста судың ішінде болатын еді. Есімде бар мен. Енді Каспий кетіп жатыр. Сіздердің уақыттарыңызды алғаныма кешірім сұраймын. Бірақ Ақтаудан емес, басқа қаладан көріп отқан көрермендерге қызық қой деймін. Каспийдің жағалауы, мына су, тастар. Олар көп жазады ya бәрі. Міне қарайық. Жаңа алыстан көрсеткен жеріме келдік. Балық көрінеді ма? Жоқ па? Су таза ма? Су негізі өте таза. Әдемі. Енді балық түртпеген уақытта осындай болады. Оңға, солға шығасың. Балық түртіп атса, оңға, солға шығу деген жоқ қой. Сол балық көрінбейді. Осылар мені жақсы көреді. Қайда жүрсем де алдымнан шыға келеді. Былтыр, алдыңғы жылғы, биыл бір үлкені машаның алдына жатып алғандар естеріңізде бар ма? Құрметті менің көрермендерім, естеріңізде болар. Мынау да алдымда тұрған мына жақсылап тұрып тілін шығарып жатыр. Арасында дауысы шығарып қояды маған, тиіспе деп. Саған тиісейін деп жатқан жоқпын. Күннің ваннысын алып жатсың ғой әдемі жерде, е? Дұрыс, дұрыс. Теңіз жағалауы ғой. Орын өзгертпесем болмайды сияқты. Спиннингтерді бұрынғыдай 15-20 минут жинаудың қажеті жоқ қазір. Ана телескоптық спиннинг қой. Бір-біріне салып жібердің де арасына. Тығып алдында салонның ішіне салып жібердің, сонымен тайдың. Сәл бір солға таман 1 километр жерді қарағым келіп тұр мен.
Менің ойымша бір орында отыра бермей, мына жерде отырдым ғой. Отырып ауладым енді бұл жерде. Аз аулаған жоқпын. Дегенмен де орынды алмастыру керек сияқты. Мына жерде алыста балықтар көрініп жүр, қанаттары көрінеді. Мына камера ала алмайды. Бірақ көзбенен жақсы көрініп тұр. Қанаттары, құйрықтары мына күннің сәулесімен шағылысып көрініп тұр. Мына жерде кетіп қалсаң ойланасың, балықтан кетіп қалдым ба деп. Әзірге уақыт бар, қараймыз ғой. Осы шамада міне. Жақындатпайды камера. Тағы да күтіп қарайық. Қармағым ілініп қалды. Костюмді киіп шығардым оны. Жаңағы заводской поводок дегенде ғой. Пысқылған мынау. Көрініп тұр ма? Груз қалып кеткен, мынау ашылып кеткен ғой, замок. Вертілеуге дейді ғой. Мен поводогымның суретпен екі жағына осы қоям. Мынаусы майысып, грузды қалдырды, бірақ қалғанын алып шықты. Поводок түсіндіріп атқаным, екі жағына да осындайды қоямын. Не мынау екінші жағы. Әркім әртүрлі қылады ғой. Мен мынаны шешіп аламын да, мынаны арасына салып, қайттан поводокты кигізе саламын. Жаңағы заводской қалтқы деген ғой, заводтан шыққан. Кефальтер тұрған жоқ, тек тарашка, обла, қарагөз. Сол жаңа астына кіріп барып шығардым. Бірақ шығардым. Бүгінгі ұстаған балықтар осы. Жіберем бәрін, оны естеймін. Біздің үйде балық жемейді. Мыналар су жетпей жатыр ма? Ауа жетпей жатыр ма, мына қараңыз аула. Жіберіп бастайын, Таяды, түріп береді ғой. Шашылып жатыр мынаның бәрі, жіберейік. Біртіндеп жіберіп жүрміз осы. Бәрі үйде адам жемейді, не істейміз оны жібермейді. Ал! Кетті тіріліп жатыр, қараңыз. Кетіп бара жатыр не? Ал, түріп кетті. Теңіз ар жақта. Ажақ кетсін, ажақ кетсін. Тайды ғой. Әлі жіберіп жатыр. Кетсін. Кетесің ғой, қайда барасың? Өзің отаныңа кеттің ғой.
ерінбеймін ғой мен тұрамын ғой. О, шаршап қалды. Аузымен. Тарашқы тез күшін құртып алатын балық қой. Жақсы айта. Кетті. Кетті. Әлі кетті бара жатыр ел. Тіл жібердік қой енді. Атаң мен әжең шақырайын, нең бар өзің кел. Күн әдемі болып тұр негізі. Ыстық та емес, салқын да емес. Маусым айының 3-і болғанменен адам оны сезінбейді. Негізі осы уақытта бізде күн өте ыстық болатын еді. Июнь ғой енді, жаз. Құрметті достар, енді осы балық аулағымыз аяқтаймыз. Мен әлде де аулайтын болармын. Тездетіп аяқтап атқан себебім мына камераның батареясы отырып жатыр. Содан кейін. Бүгін негізі аулап кефаль балығына келдім. Кефаль балығы мына жерде көп болды, көрдім, бірақ түртпеді. Тек тарашқы, жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, бірақ тарашқы деген арада несі жоқ. Кемі жоқ. Салсаң түртеді. Тарашқы аулаудан шаршап кетесің. Сөздің шынын айту керек. Бірақ оның өзіндік қызығы бар ғой. Көрдіңіздер ғой, мен сіздерге көрсеттім деп ойлаймын. Енді сіздерден өтініш, тек қана қарап өте бермеңіздер, жазылыңыздар. Тағы да балықта кездескенше, қазір күн әдемі болып тұр. Мына күнге сәл күйсек те болады деген ғой, суға түссек те болады. Жақсы мейлі, тек жақсылықта кездесейік сіздермен. Көп ұрыспаңыздар, лайк басыңыздар, мейлі дизлайк та болады. Коммент қалдырыңыздар, ол мен үшін өте маңызды. Жақсы, тек жақсылықта кездесейік. Сау болыңыздар. Ертең балыққа шықпайын. Отызбен осы теңіздің ішінде өсе берсін. Әдемі құрттар негізі. Тастардың астына кіріп кетеді ғой, сөйтіп өрсіп кетеді ғой. Кейін қазып аламыз ғой өздеріміз. Үшінші маусым жаңбыр жауып келатыр. Жазда жаңбыр жауған дұрыс қой. Салқындатады. Біздің ауылдардың көйлері осындай міне. Жолдың үстінде кете береді.